Талдықорған өнеркәсіптік индустрия және жаңа технологиялар колледжі. Талдықорған өнеркәсіптік индустрия және жаңа технологиялар колледжі. Мамандығы электр газбен дәнекерлеуші 13-ші топ түзу пәні. Сабақтың тақырыбы қосымша және жергілікті көрініс. Мақсаты білім алушыларға заттың жергілікті және қосымша көріністерін анықтап, оларды кеңістікке орналастыра білуге үйрету. Анықталған көріністерді қағаз бетіне сызуға дағдыландыру. Білім алушылардың ой-өрісін, есте сақтау қабілеттерін жан-жақты дамыту, шығармашылық қабілеттерін шыңдау. Білім алушылар, сіздер білесіздер, түзу пәні басталған кезде біз ең алдымен техникалық қауіпсіздік шараларымен танысып өтеміз. Циркульді, қарындашты, қаламсапты пайдалану кезінде үшкір жағын бір-бірлеріне тигенше лақтыруға болмайды, себебі жарақаттанулары мүмкін. Біз ең алдымен жаңа тақырыпты бастамас бұрын үй тапсырмасына қол өтейік. Себебі бүгінгі жаңа тақырыбымыз өткен тақырыппен өте тығыз байланысты. Міне, көрініс дегеніміз не? Сұрақ дегеніміздің ауылдағы бақылаушыларға алған. Ол бірінші көрінетін бөлігінің екенін айтамыз. Екінші көрініс үстіңгі көрініс. Үшінші сол жақ көрініс. Төртінші оң жақ көрініс. Бесінші астың көрініс. Және ең соңғы алтыншы көрінісінде артқы көрініс. Дегенінде балалар, көріністің алты жағы болса да, біз европалық жүйе бойынша үш көріністі қолданамыз. Ол басты немесе алдыңғы көрініс, екінші үстіңгі көрініс және үшінші сол жақ көрінісі. Сонымен балалар, үш көріністің әрқайсысына тоқталып өтетін болсақ, алдыңғы көрініс, мәселенің алдыңғы көрініс туралы толық мағлұмат беретіндей етіп орналастыру керек. Сондықтан оны басты көрініс деп атаймыз. Басты немесе алдыңғы көрініс проекциялардың горизонталь жазықтығында шығатын кескінін айтамыз. Екінші үстіңгі көрініс проекциялардың горизонталь жазықтығындағы кескінін. Ал сол жақ көрініс ол проекциялардың плоский жазықтығындағы кескінін айтады екен. Келесі сұрақ, көріністің неше түрі болады? Көріністі жалпы біз алдыңғы сабағымызда айтқан болатынбыз. Негізгі көрініс, ол негізгі көріністің біз қанша түрі бар екенін, қалай орналасатынын барлығын өткен болатынбыз. Енді жалпы көріністің өзі негізгі көріністен бөлек жергілікті және қосымша көрініс болып табылады. Бүгінгі тақырыбымыз осы жергілікті және қосымша көрініс туралы болады. Сонымен балалар, қосымша көрініс дегеніміз не? Бұйымның негізгі проекциялар жазықтықтарының біреуіне де параллель болмайтын жазықтық кескіні. Қосымша көрініс фронталь немесе горизонталь немесе плоский болмайтын жазықтықта тік бұрыштар проекциялаудың нәтижесінде алынады. Күрделі текст бөлшектің кейбір элементтері негізгі көріністерге бұрмаланып проекциялануы мүмкін. Мысалы, 7-ші А суретке келтірілген текст бөлшекті қарастырайық. Осы текст бөлшектің бас және үстіңгі көріністері 7-ші А суретіне салынып көрсетілген. Горизонталь проекцияда, яғни үстіңгі көріністі, текст бөлшектің оң жақ бөлігі бұрмаланып түскен. Басқа негізгі көріністердің біреуіне текст бөлшектің бұл бөлігі бұрмаланбай түсетін болар. Бұл сұраққа нәрсені кескін қарастырып барып жауап беруге болады. Текст бөлшектің бұл бөлігі негізгі көріністің бірінде де өзінің нақты шамасын сақтамайды. Барлық
негізгі көріністерге бұрмаланады. Нәрсенің бұл бөлігінің бұрмаланбаған кескінін алу үшін оны басқа жазықтыққа проекциялау керек. Жаңа Q4 жазықтықты негізгі көріністерге бұрмаланып кескінделетін тікбөлшек бөлігінің жағына параллель етіп орналастырады, яғни ол 107-ші А суретінде көрсетілген. Осы жаңа жазықтықты қосымша проекциялар жазықтығы деп атаймыз. Қосымша проекция жазықтығына тікбөлшек тікбұрыштап проекцияланады. Содан кейін қосымша жазықтықты проекциялар жазықтығымен беттетеміз. Алынған проекцияны тікбөлшектің қосымша көрінісі деп атаймыз. Қосымша көріністе тікбөлшектің негізгі көріністерге бұрмаланған бөлігі нақты шамасында проекциялануы керек. Қарау бағытын нұсқаумен көрсетіп, оның үстіне белгі қоямыз. Белгісі орыс алфавитінің бас әріптерімен жазылады. Мысалы А және Б. Қосымша көріністің үстіне де нұсқама сызылып, одан кейін әріп белгі жазылады. Ол 107-ші А суретте көрсетілген. Қосымша көріністі негізгі көрініспен проекциялық байланыстыруға болады. Ол 108-ші А суретімен көрінеді. Бұл жағдайда қарау бағытын нұсқамамен көрсетудің немесе белгі қоюдың қажеті жоқ. Қосымша көріністі бұрып кескіндеуге де болады. Мұндай бұрылған қосымша көріністі көрсету үшін бұрылу белгісі 108-ші Б суретінде көрсетілген. Бұрылу белгісі үшін нұсқамамен жабдықталған диаметрі 6 мм-ден кем емес шеңбер пайдаланылады. Ал нұсқаманың қанаттары өзара тікбұрыш жасап құрайды. Сонымен балалар, енді екінші көрінісіне тоқтала кетейік. Жергілікті көрініс дегеніміз тас бұйымның емес, оның бетінің жекелеген шектеулі бөлігінің кескінін айтады. Сызбадағы көріністердің саны ең аз болуға тиіс, бірақ нәрсенің өлшемдері мен ішінен толық айқындауға жеткілікті болу керек. Кейде тас көріністің орнына нәрсенің бізге керек шағын бөлігінің проекциясын көрсетуге болады. Жергілікті көріністі пайдаланғанда сызбада басы артық, көлемі үлкен әрі қиын түсетін қалалар орындалмайды. Сондықтан техникалық тікбөлшектің сызбаларында жергілікті көрініс жиі кездеседі. Жергілікті көріністің мысалы 109-ші суретте берілген. Бұл сызбада жергілікті көріністің белгіленуі де көрсетілген. Жергілікті көріністі қосымша көрініс сияқты орыс алфавитінің әріптерімен белгіленеді. Жергілікті көріністі қосымша көріністі шатастырмау керек. Қосымша көрініс ол текшенің жақтарына параллель болмайтын жазықтыққа салынатынын есте болу керек. Сонымен балалар, біздің бүгінгі тақырыбымыз сіздерге түсінікті болса, мен сіздерге үй тапсырмасы ретінде 109-ші суретке кескінделген төменгі сол жақ және оң жақ көріністерін сызып, олардың жергілікті көріністің айырмашылықтарын көрсетулеріңізді сұраймын. Сонымен қатар сіздерге көріністер деген өткен тақырыптың барлық қамтылатын сөзжұмбақ құрастырып қойдым. Астында сұрақтармен жауаптарын қойып, дәптерлеріңізге сызып, үй тапсырмасы ретінде өткізіңіздер. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды, балалар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.